Екінші нұсқаны талдайық. Бірінші есепті қарастырамыз. Банктың күту залында орташа жасы 23-ке тең 32 адам отыр. Күту залынан бір адам шығып кеткенде, қалғандарының орташа жасы 22-ге тең болды. Күту залынан шығып кеткен адамның жасын табыңыз. Арифметикалық ортаға байланысты есепті біз шығардық, класста. Естерінде болса, 23 пен 32-ні көбейтеміз, 736 болады. Одан кейін 22-ні көбейтеміз, бір адам шығып кетсе, бізде 31 адам қалады. 22-ні көбейтеміз 31-ге, бізде 682. Енді шығып кеткен адам жасын табу үшін мына екеуін азайтамыз. 54. Сонда дұрыс жауабы. Келесі екінші есеп. Оқушының математика пәнінен тапсырған 10 тестілеу жұмысын ұпайлары төмендегідей. Сандар қатарының медианасын табыңыз. Медиананы табу үшін біз сандарды өз суретімен жазуымыз керек. Мына берілген сандардың ең кіші санын табамыз. Ең кішісі 74 болып тұр, Бірінші 74 жазамыз. Одан кейін 77, 79, 82, 83, 84 жоқ, 85, 86, 87, 88, 89. 10 сан шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сан бар. 10 санның қақ ортасында тұрған сан, бізде қақ ортасында сан жоқ, сондықтан біз 5-ші сан мен 6-ші санды қосып 2-ге бөлеміз. 83 пен 85-ті қосып 2-ге бөлеміз. Бізде екеуін қосып 2-ге бөлгенде 84 шығады. Сонда медиана 84. Келесі үшінші есеп. Бір газеттің жалпы беттің саны 48 және оның ішіндегілерінің барлығы тек 2 беттік қағаздар. Осы газеттен әрбір 2 беттігін алып ашып қарағанда беттік нөмірлердің қосындысы қандай да бір тақ санды білдіреді дейді. Бізде бұл 48-ге бір қосып жібересіңдер. 49. Келесі төртінші есепті қараймыз. Астана-Алматы жолаушылар пойызы Астанадан 1 наурыз күні шығады. 1 наурыз 19:15-те шығып, Алматыға 2 наурыз күні келеді. 2 наурыз 15:40-та. Пойыз жолда неше сағат болған анықтаңыз дейді. 1 наурыз 2 наурыз арасында енді күн жоқ. Бізде уақытты қараймыз. 19 кешкі сағат 19:00-ден бастап келесі күні 15:00-ге дейін қанша сағат бар? Түнгі 12-ге дейін бізде 19-дан кейін 20, 21, 22, 20, 21, 22, 23, 00-ге дейін бізде 5 сағат бар. 19-дан 00-ге дейін 00:00-ге дейін 5 сағат бар. Жағында 15 сағат, бізде 20 сағат уақыт бар. 20 сағат, енді минуттарын қараймыз. 15 минуттан 40 минутқа дейін арасы 25 минут. Сонда бізде 20 сағат 25 минут жол жүреді. Келесі 5-ші есеп. Дәреже 6-ның 66 дәрежесі, 111-дің 9 дәрежесі. Мына жерден қарайтын болсақ, 6-мен аяқталған сан всегда 6-мен бітеді. Плюс 1-мен аяқталған сан всегда 1-мен бітеді. 4-пен аяқталып тұр. 4-ті табу үшін біз не істейміз? 4-ті табу үшін дәрежесін тақпа жұқпа қараймыз. Дәрежесі тақ болса 4-тің өзі болады. 6, 1, 4, 11. Соңғы саны 1. Дұрыс жауабы болады. 6-шы есеп келесі. 6-шы сыныптың А тобындағы балалардың 16-сы қазақша, орысша, ағылшынша. 3 жиын бар бізде. Элервенмен шығады. 3 дөңгелек саламыз. Қазақша, орысша, ағылшынша. 7 бала қазақша, орысша, 6 бала орысша, ағылшынша, 5 бала қазақша, ағылшынша біледі. 3 бала 3 тілді де біледі. Яғни бізде ортадан бастаймыз. 3 бала 3 тіл біледі. Одан кейін 7 бала қазақша және орысша дейді. 7 бала қазақша және орысша. Яғни 7 бала қазақша, орысша 7 болу үшін 4 болу керек. 6 бала орысша және ағылшынша. 6 бала болу үшін 3 болады. 5 бала қазақша және ағылшынша. Қазақша және ағылшынша. Мына жер 2 болады. Қазақша 16 болу керек. Қазақшамыз 16 болу үшін мына 3 санды қосамыз. 9. 16-ға жетпейді 7. Яғни 16-тан 9 азайттық. Орысша 14.
4-ке 3 7, 7-ге 3 10, мынау 4 болады. Ағылшынша 11. 5, 5-ке 3 8, мынау значит 3 болады. Сыныпта неше бала бар? Бәрін қосамыз. Бізде қазақшамыз неше болды мынаны? Қазақшаны тауып аламыз. 7-ге 4 11, 11-ге 5 16. 16-ға 4 20, 23, 23-ге 3 26. Дұрыс жауабы 26. Бұны формуламен табуға болатынын білесіңдер сендер, иә? 16-ға 14-ті, 11-ді қосып шығамыз. 16 плюс 14 плюс 11. 41. Одан азайтамыз 7-ні, 6-ны, 5-ті. 41-ден азайтамыз 7-ні, азайтамыз 6-ны, азайтамыз 5-ті. Так, бұл жерде 34, 34-ден 6 азайтам. 28, 28-ден 5, 23. Оған мына 3-ті қосып жүрсеңдер 26 шығып тұр. Келесі. 7-ші есеп. Алматы мен Шымкент қалаларының арасы масштаб. Так, масштаб берілген, масштаб кестемен шығарамыз. Карта жер. 1 бөлінген 12 миллион. Картада 6 сантиметр. Картадағысы 6 сантиметр. Мынау белгісіз болады. Осы қалалардың арасы масштабы 1 бөлінген. Мынау бізде неше нөл бар? 2 миллион картада неше сантиметр дейді. Екінші масштаб білеміз, есепте 2 масштаб болса 2 кестемен шығады ол. 1 бөлінген 2 миллион. Бірінші мынаны шығарып аламыз. Бізде мына екеуі көбейтіледі. X болады. Тем болады, мына екеуін көбейтеміз. 6 сантиметрді 12 миллионға өткенде 72 миллион болады. Табылған санап барып мына жерге жазамыз. 72 миллион. 1 бөлінген 2 миллион картада неше сантиметр? Картадағыны сұрап тұр бұл жерде енді. Так, оны табу үшін мына екеуі көбейтілу керек қой. 2 миллион. Тен мына екеуі көбейтіледі 72 миллион. Мынаның 6 нөлі бар. Мынаның да 6 нөлі бар. Мұнда 2x-тен 72. X-тен 36 сантиметр. Жауабы С болады. Так, келесі 8-ші есеп. Уақыт 9:20 дейді. Минуттық сағаттық тілдердің арасында бұрыш. Формуламен табамыз. 60 көбейтілген 9 минус минутты 11-ге көбейтеміз. Бөлеміз 2-ге. 60-ты 9-ға өткенде 540, азайтамын 220-ны, бөлемін 2-ге. Бізде 320 бөлу 2, бұл тен 160. 9. Иксан арифметикалық ортасы. Иксан арифметикалық ортасы деген ақ қосыбы бөлінген 2, ол тен 10,3. Бірінші саным 5,6 болса, екінші санды табыңыз дейді. Енді мына екеуін көбейтіп жіберсем, А қосылған Б тен 20,6 ғой. 20,6-тан азайтып тастаймын 5,6-ны, 15 қалады. Екінші саным 15-ке тен. 10-ші есеп. Алматыдан Өскеменге дейінгі теміржол магистралінің ұзындығы орта есеппен 1200 км. Мынадай масштабпен берілген магистральдің ұзындығын, картадағы ұзындығын табу керек. Карта жер. Так, 1200 км ол өмірдегісі, километр картада болмайды. Масштаб 1 бөлінген бізде неше нөл мұнда? 10 миллион. 1 бөлінген 10 миллион. Но X болады. Бізде сұрап тұр картадағыны. Так, шығарамыз. 1200 километрді сантиметрге айналдырсақ, бізде 5 нөл тіркеледі мынаған. 1, 2, 3, 4, 5 нөл тіркеледі. Сонда мына екеуі көбейтіледі. 10, 6 нөлі бар, миллион. X тен 1200 и плюс 1, 2, 3, 4, 5 нөл тіркеледі. Мұнда санаймыз не? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нөл бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 нөл бар. 7 нөлді 7 нөлмен қысқартып жасақ, X-тен 12 сантиметр болады. 12 сантиметр. Келесі 11-ші есеп. Кітаптың беттер нөмірлеу үшін 1392 цифр қажет. Осы кітаптың беттер саны қанша нөмірлеу бірінші беттен басталады? Формула бойынша біз 1392 азайтамыз 189-ды, бөлеміз 3-ке, қосамыз 99-ды. 1392-ні азайтам 189-ды
1203, оны бөлеміз 3-ке, 401 қосамыз 99, сонда 500 бет болады. 500 шат. 12-ші есеп. Төмендегі сандар қатарының өзгеріс алғымы. Бізде сандардың ішінде ең үлкен саным 5,8. Ең үлкен сан, ең кіші сан минус 3,7. Екеуін азайтқанда, үлкен саннан кіші санды азайтамыз, сол кезде мына екеуі минус қосу болып кетеді. Екеуін қосып жібереміз. Сонда 9,5 шат. С. 13-ші есеп. Сыныптың 11 оқушысының бойларын өлшеген кезде мына нәтижелерді алдық дейді. Сандар беріліп тұр, бәрі өсу ретімен беріліп тұр, қараңыздар. Олардың бойлары медианасы дейді. 11 сан болатын болса, оның қақ ортасы мында бесеуі қақ ортасында біреу 6-шы санды аламыз медиана қылып. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-шы сан 172 медиана болады. Осы арифметикалық ортасы дейді. Мына сандардың барлығын қосамыз. 151 қосу 152-ні. Мынаның бәрін қосамыз. 151, 152. Мына сан бәрі бір-біріне қосылады. Соны қосып, бәрін 11-ге бөлеміз. Так, бізде бәрін қоссақ, так, 151 қосу 152, 160, 163, 167, 172 қосу 172, 173 қосу 174 қосу 175 қосу 176. Барып 11-ге бөлем. Сонда 11-ге бөлгенде 166,8 шат. Дұрыс жауабы болады. 14-ші есеп. Ауа температуралары берілген. Таңертең, түсте, түстен кейін, кешке, түнде орташа температураны табу үшін сандардың бәрін қосамыз. 10, 15, 12, 8, 5 дегендерді қосам. 10, 15, 12, 8, 5-ті қосам. 50 шығат, бәрін қосқанда 50 шығат. 5 сан қосқасын 5-ке бөлем 10 шығат. Дұрыс жауап плюс 10 болады. Келесі. Так, келесі 15-ші есеп. 15. Көркем әдеби кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 963 цифр қолданылды. Кітап бетін нөмірлеу бірінші беттен басталады. Барлығы неше бет? 189 азайтам, 3-ке бөлем, 99 қосам. 963-тен азайтам 189-ды, бөлем 3-ке, қосам 99-ды. 357 Б жауабы. Асқар 1-ден 120-ға дейінгі сандарды жазды. Қоса есептегенде дейді, кірет мына сандар. Барлығы қанша цифр жазды? Бұл керісінше жасалады, бұл жерде 120 бет бар. 120 беттің алғашқы 99. Мына формуланы керісінше істейміз. 99 қосылып тұр мұнда. Мен азайтам. Шыққан санды мынақта бөлініп тұрса, мынау көбейтіледі. Азайтылып тұрса, мынау қосылады. 120-дан азайтам 99-ды, көбейтем 3-ке, қосам 189-ды. Сонда 252. Дұрыс жауабы А. Келесі есеп. Масштаб, тағы да масштаб берілген. Кесе пайдаланамыз. Карта жер. Бір бөлінген 10.000. Картада тік төртбұрышты жер алқабының ұзындығы. Картада деп тұр. 12,5 сантиметр. Мынау 8 сантиметр, яғни ұзындығы және ені берілген. Осы жер алқабының ауданы дейді. Ауданды қалай табады? Мен бұны көбейтеді, ұзындықпен ені көбейтеді. Жер бетіндегіні сұрап тұр. Ол үшін жердегілерін табу алу керек, X пен Y-ті. Мен Б десек те болады. А, Б. Бірінші пропорцияны есептейік. Аны табу үшін мына екеуін көбейтеміз. 12,15-ті 10.000-ға көбейтеміз. 125.000 сантиметр болады. Бұны метрге айналдырып жіберейік. 100-ге бөлсек, 1250 метр болады. Тоже солай бұны табу үшін мынаған көбейтеміз. Бұны табу үшін 8-ді 10.000-ға көбейтсек 80.000 сантиметр. Оны 100-ге бөлсек 800 метр болады.
Енді аудан табу үшін мына екі санды көбейтеміз. 1250 мен 800-ді көбейтсем миллион шығады. Ол метр мен метр көбейтілгесі метр квадрат. Оны гектарға айналдыру үшін бөлеміз 10 мыңға. 10 мың метр квадратын 1 гектарды береді. Сонда 100 гектар шығады. Дұрыс жауабы да. Келесі 18-ші есеп. Тағы да карта деп тұр. Бұл масштаб. Карта жер. Картадағы 1,8 сантиметрге жердегі 270 километр сәйкес. Осы картадағы 2,7 сантиметрге жер бетінде қанша километр сәйкес? Бұда уже масштаб жоқ қой, осындай есеп болғасын, осылай шығара бересіңдер. Пропорциямен мына екеуін көбейтем. 1,8х тең мына екеуін көбейтем. 270 километр мен 2,7-ні көбейтеміз. 729 х тең 729-ды бөлеміз 1,8-ге. 405. Бұл уже километрмен шыға береді, өйткені біз мына километрді алмастырған жоқпыз ғой. Мына жерде километрмен шығады сонда. Жауабы 405 С. Келесі 19-ші есеп. Сыныпта оқушылардың 20-сы метромен, 15-і автобуспен, 23-і троллейбуспен. Оқушылар бұл есеп дөңгелекпен шығу керек, бұл дөңгелекпен шықпайды. Қате болып шығып тұр, бірақ біз формула білеміз ғой. А қосу Б қосу С минус АБ минус АС минус БС плюс АБС деген. Осымен шығарамыз. Бізде сонда қандай қараңыздар, АБС деп отқан метромен, автобуспен, троллейбуспен жүретіндер. Мынау А, мынау Б, мынау С. Сонда біз қосамыз. 20-сы метромен дед. 20 қосу 15 қосу 23. Ал енді мына жерде 10-ы метромен және троллейбуспен дегендер азайтылады. 10 азайтамыз, 12 азайтамыз, 9 азайтамыз. Ал үшеуі барлық көлікпен қатынайды дегенді қосамыз. Сонда бізде 20 қосу 15 қосу 23 минус 10 минус 12 минус 9 плюс 3 жауабы 30 болады. Бірақ бұл мынаумен шықпайды. Қарап тұрсақ, мынау 3, біреуі 6, біреуі 9, біреуі 7 болып, есеп шартына сәйкес болмай қалады. Эйлер вермен шықпай қалады. Бірақ жауабын табуға болады формуламен. Сондықтан дұрыс жауабы 30 болады. 20-ші есеп келесі соңғы есеп. Мына сан қандай цифрмен аяқталады дейді. Сан 3-пен аяқталып тұр. 3-пен аяқталса, мынаны дәрежесін 4-ке бөлеміз. 96 4-ке қалдықсыз бөлінеді. Қалдық қалмаса, ол 3-тің 4-ші дәрежесі, ол 81. Мынау 1-мен аяқталып тұр.